Өмірдің 7 құпиясы. Бақытты болудың құпиясы. Аз ойланыңыз, көп жақсы көріңіз және бақытты болыңыз. Көбінесе біздің барлық проблемаларымыз тыныштықсыз ақыл-ойдың салдарынан пайда болады. Ол ешқандай жолмен өздігінен тынышталмайды және үнемі ойлана береді. Сіз аз уақыт болса да ақыл-ойды жібере білуіңіз керек. Бостандық құпиясы. Басқалардың сіз туралы не ойлайтынына алаңдамаңыз. Бұл проблема әрқашан болған. Қанша адам болса, соншама пікір болады. Және сіз бәріне бірдей ұнай алмайсыз. Әр адам ерекше тұлға. Сондықтан өз өміріңізді улап, біреудің пікіріне тәуелді болудың еш мағынасы жоқ. Махаббат сыры. Өз махаббатыңызды көрсетіп, бере білуіңіз керек. Және жақын адамдарыңызды өзгертуге тырыспаңыз. Карма заңдылығын ешкім жойған жоқ. Сіз ғаламға не жібересіз, яғни қоғамға не бересіз, сізге де сондай жауап оралады. Адамдарды сол қалпында қабылдауды үйреніңіз. Оларды қинап, моральды тұрғыдан сындырып, оларды өзгертуге тырыспауыңыз керек. Адамның өзі өз еркімен өзі бір нәрсені түсініп өзгерткісі келмейінше, сіз оны еш өзгерте алмайсыз. Достық құпиясы. Айыптамаңыз және сынамаңыз. Кейде біз адамды оның іс-әрекетін, не себепті сондай әрекеттер жасаған екен, осындай әрекеттер жасауға не итермеледі екен деген сұрақтарды өзімізге қойып, нақты себеп салдарын білмей-ақ айыптауға асығамыз. Ал бізге басқа адамдар дұрыс емес жолмен жүргендей көрінеді, ал біз өзіміздің жасаған әрекетімізбен жүрген жолымыз дұрыс болып көрінеді. Әркімге сын айтпай, сол қалпында қабылдауды үйренген абзал. Ал егер сізге әлемде бір нәрсені өзгерткіңіз келіп тұрса, ең алдымен өзіңізден бастаңыз. Байлық құпиясы. Алдымен беруді, содан кейін алуды үйреніңіз. Шын мәнінде бұл қағида ең күрделі қағидалардың бірі. Біз бұл өмірде көбірек берсек, соғұрлым көбірек аламыз. Бұл бумеранг заңы. Ең бастысы жай ғана беруіміз, шын жүрекпен беру. Және біз не беретініміз маңызды емес, материалдық заттар ма, білім бе, тәжірибе ме, махаббат па, бәрі бұл өмірдің игілігі үшін шын жүректен берілуі керек. Сұлулық құпиясы. Ең алдымен өзіңізді жақсы көріңіз. Алла тағала сізді қалай жаратты, дәл сол күйінде өзіңізді қабылдаңыз. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видеода айтылған ақпарат пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып, видеоның астына комментарийға өзіңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар менің басқа да видеоларымды көріңіздер, лайк басыңыздар. Осы видеоны барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға таратыңыздар. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыздар. BK TV YouTube арнасына тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.